Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Барлық рецепт видеоның астында. Ендеше қамырын дайындауға кірісеміз. Ол үшін жылы сүттің үстіне жылы су, ерітілген сары май, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және 1 жұмыртқа салып, барлығын венчикпен араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды аз-аздан қосу арқылы қамыр илейміз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын. Енді оның бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қоямыз. Енді картоптың үстіне ыстық суды қосып пісіріп аламыз. Біздің картопымыз пісті, оның үстіне тұз бен бұрышты салып, картопты жақсылап еземіз. Бұл жерде өз қалауларыңыз бойынша пиязды қуырып салсаңыздар болады. Менің балаларым пияз жемегендіктен осылай тек қана картоптың өзін ғана пісіріп алдым. Біздің қамыр дайын. Енді қамырымызды көз мөлшерімен дөңгелектерге бөліп аламыз. Енді пирожкилерімізді жасауға кірісеміз. Барлықтарыңыздың оның жасалу жолын өте жақсы біледі деген ойдамын. Және де бұл пирожкилерді қуырып майға немесе духовкаға пісіріп алсаңыздар да болады. Бірақ духовкаға пісіретін кезде бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Қатты қызып тұрған майға пирожкилеріміздің екі жағы қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің пирожкиліміз пісті, өте дәмді, үлпілдек болып шығады. Іші барлығы өте жақсы піседі. Картоптары сыртына шығып кетпейді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Менімен бірге видео соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Міндетті түрде арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.